Бәріне сәлем. Бүгін мен қалай тез әрі дәмді жұмыртқа қууға болатынын үйрететін боламын. Бізге сковородка араластырғышымен мінекей осындай және де сұйық май, тұз және де жұмыртқаның өзі керек болады. Содан соң плитаны қосатын боламыз. Менде 3-ке дейін барады. Мен 2-ні қосатын боламын. Қосылды. Одан кейін біз бұл жерге сковородканы қоятын боламыз. Осылай туралап, одан кейін үстіне шамалы сұйық майды құятын боламыз. Сұйық майымыз қыза бастаған кезде үстіне шамалы осылай тұзды қосамыз. Себебі бұл бізге жұмыртқа пісіп жатқан кезде майы бетімізге шашырамау үшін және де жұмыртқаның тоже дәмі келу үшін. Содан соң ақырындап жұмыртқаларды жарып сковородканың ішіне саламыз және де барлық жұмыртқаны бірінің бетіне бірін сала бермейміз. Әр жұмыртқаны әртүрлі жерге салатын боламыз. Осылай жұмыртқамыздың араларын ашып бөліп аламыз, себебі жабысып үлкен болып кетпеу үшін. Және де тура осылай көріп тұрғандарыңыздай бөлек-бөлек қоятын боламыз жұмыртқаны, әйтпесе жабысып кетеді и араластырып істемейтін боламыз. Және де астыларын осылай қозғап тұратын боламыз, себебі күйіп кетпеу үшін. Содан соң қақпағын жабып 2 минуттай, 1,5 минуттай күтетін боламыз. Мінекей бізде 2 минут өткеннен кейін дайын болып қалды. Яғни одан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұзды тағы да сепсеңіздер болады. Осымен біздің жұмыртқамыз пісті, дайын. Ыдысқа салып жей берсеңіздер болады. Барлығыңызға ас болсын, ұнаса мені қолдап кетіңіздер.